Армысыздар, құрметті көрермендер. Арнада антикорлайф жобасы сіздермен Нұрбек Набиев, Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің серіктестік департаментінің бас сарапшысы. Бүгін біз саналы ұрпақ жобалық кеңсенің қызметі туралы сұхбаттасамыз. Бұл мақсатта антикор студиямен осы біздің алаңмен тікелей байланыста Алматы қаласынан саналы ұрпақ республикалық жобалық кеңсенің басшысы Қайыржан Ахметбекұлы Токушев. Ассалаумағалейкум, Қайыржан Ахметбекұлы. Саламатсыз ба? Рахмет, осылай уақыт бөліп бізге осылай онлайн арқылы қосылғаныңызға. Осы жалпы 20 жылдағы қаншама жұмыс атқарылды, соны нәтижесін айтып беруге даярлығыңызға біздің көрермендерге естеріне сала кетейін. Біздің сұхбатымыз Facebook арнасында әлеуметтік желіде тікелей өтуде. Сіздердің сұрақтарыңыз болса қойыңыздар, біз комментарийден қарап оны оқып жариялаймыз. Ал енді Қайыржан Ахметбекұлы, сөз сізге беріледі. Қандай нәтиже, қандай жұмыстар атқарылды, соны айтып өтсеңіз. Қайырлы күн, құрметті тыңдаушылар, көрушілер. Мен де мына агенттіктің антикорлайф орталығына үлкен ризалық білдіремін осылай шақырған үшін. Сондықтан мен қысқа да нұсқа осы 2020 жылы жалпы осы саналы ұрпақ жобалық кеңсесі құрылғаннан бері атқарылып жатқан жұмыстарға сараптама жасап өтейін. Агенттіктің ұйымдастырылған саналы ұрпақ жобасы білім саласында сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-шараларды жүйелі, мақсатты жүргізуге жағымды импульс берді деп айта аламыз. Сондықтан сөз басында осы жобаны қолдап келе жатқан агенттікке, оның аумақтық департаменттеріне, Мемлекет басқару академиясына, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетіне ризалығымды білдіремін. Бүгінгі күні егер де 18 жылы осы жобаны жаңағы аттары аталған мекемелер қолдаса, бүгінгі күні республикамыздың түкпір-түкпіріндегі білім саласындағы мекемелердің мектеп бар, колледж бар, жоғарғы оқу орны бар, бәрі де осы жобаны қолдап, жоба аясында көптеген шаралар ұйымдастырып келеді. 2018 жылы саналы ұрпақ жобасы іске аса бастағанда білім саласын талдау, зерттеу нәтижесі ондағы мекемелерді ашықтықтың жеткіліксіздігін, алдын алу профилактикалық жұмыста жүйелі жоқ екенін, сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет қалыптастыруға жеткілікті көңіл бөлінбей келгенін және интернет желісін жеткіліксіз пайдалану секілді кемшіліктерді көрсеткен болатын. 2,5 жылда саналы ұрпақ жобасы аясында атқарылған жұмыстар жоғарыда көрсетілген кемшіліктерді белгілі дәрежеде қысқартып, төмендеу дәрежесіне алып келді деп нық сеніммен айта аламыз. Бірінші кезекте жоба аясында балабақша, мектеп, колледж және жоғарғы оқу орындарында кездесуі мүмкін сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтап карта әзірленіп, білім саласына тиісті ұсынымдар таратылды және шешу жолдары көрсетілді. Бүгінгі күні осы картаны, біз дайындаған осы картаны білім саласындағы мекемелер мынау сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау кезінде пайдалануда. Бүгінгі таңда ел бойынша парасаттылық және адалдық қағидаттарын қалыптастыру бойынша 717.209 оқушыны қамтитын 4.502 адал ұрпақ және 473.600 студентті біріктірген 746 саналы ұрпақ клубтары жұмыс істейді. Саналы ұрпақ клубтары, естеріне сала кетейін, бұл жаңағы осы колледждерде және жоғарғы оқу орындарында құрылған 746 саналы ұрпақ клубтары жұмыс істеп келеді. 2020 жылы республика бойынша саналы ұрпақ жобасы аясында жалпы саны 400.000 адамнан қамтитын 8.821 іс-шара өткізілді. Елде жоғарғы оқу орындарында 68 студенттерге қызмет көрсету орталықтары онлайн жұмыс жасап келеді. Әрине, біз 19 жылы агенттіктің бастауымен осы білім саласындағы мекемелерде адалдық дүкендерінің жұмысын ұйымдастырған болатымыз да, көптеген мектептерде, колледждерде, жоғарғы оқу орнында осындай сатушысыз дүкендер іске қосылған. Енді үстіміздегі өткен жылы март айынан бастап
наурыз айынан бастап карантинге байланысты, мына эпидемиологик жағдайға байланысты қазір әрине бұл адалдық дүкендері студенттердің қашықтан оқытуына байланысты өз жұмысын уақытша тоқтатып тұр. Өткен жылдың қорытындыларына қарамастан, Саналы ұрпақ жобалық кеңсесі қиындықтарына қарамастан, өткен жылдың Саналы ұрпақ жобалық кеңсесі қашықтан оқыту жағдайында еліміздің оқу орындарында сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру және жемқорлықтың алдын алу бойынша біршама айтарлықтай жұмыс жүргізді. 2020 жылы тек қана жобалық кеңсе жоғарғы оқу орындарында, колледждерде, мектептерде онлайн форматта 182 семинар, конференциялар, дөңгелек үстелдер, форумдар мен слеттер, дебаттар, эссе, сурет конкурстары, сыбайлас жемқорлыққа қарсы жобалар конкурсын, зияткерлік танымдық ойындар, олимпиадалар және де тағы да басқа түрлі сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-шаралар өткізді. Оның ішінде біз енді арнайы айта кететініміз, бұны екінші жыл, былтырғы жылы өткіздік. 20 жылы қараша айында мына Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің жанынан "Мен жастарға сенемін" деген үлкен форум бар. Сол 2020 жылы біз тек қана жобалық кеңсенің өзі ғана 182 семинарлар, конференциялар, әртүрлі шаралар өткіздік. Енді бұл жерде айта кететініміз, мына жыл қорытындысы ретінде мына 1 желтоқсан, 9 желтоқсан сыбайлас жемқорлыққа қарсы күннің алдында мына Әл-Фараби атындағы ұлттық университетте жылма-жыл дәстүрлі түрде өтіп отырған "Мен жастарға сенемін" форумында міне екінші жыл осы сыбайлас жемқорлыққа қарсы студенттердің ұсынған жобалардың конкурсы өтті. Үстіміздегі емес, өткен жылы ғой енді. Өткен жылы қараша айының аяғында осы конкурстың қорытындысын шығардық. 200-ге жуық республиканың түкпір-түкпірінен студенттер осы жобаға қатысты. Соның ішінде Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан облысындағы мемлекеттік университеттің студенті, екінші орында Әл-Фараби атындағы ұлттық университеттің студенті, үшінші орынды мына Жамбыл облысы Тараз қаласындағы мемлекеттік университеттің 2 студенті жеңіп алды. Осы студенттердің осылай белсене қатысқандығы біздің жариялаған осындай конкурстарға, олимпиадаларға, әртүрлі жаңағы зияткерлік танымдар ойындарға осының бәрі бізді әрине қуантады. Студенттердің белсенділігі өсіп келе жатыр. Сонымен қатар осы 20-21 жылы оқу жылына байланысты енді барлық оқу жүйесінде қашықтықтан болғандықтан біз мына Туран жекеменшік университет және Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеттерінде саналы ұрпақ сыбайлас жемқорлыққа қарсы онлайн мектеп ұйымдастырдық. Мақсаты ол мектептің қашықтан оқыту кезінде студенттердің арасында парасаттылық пен адалдық қағидаттарын насихаттау. Мен ол мектептер жөнінде айтайын. Алдын ала ол мектептің кестесі дайындалады. Сабақтан тыс уақытында жаңағы жүргізіледі. Мен сол мектептердің 1-2 сабағына қатыстым. Балалардың белсенділігі жоғары. Ең бірінші ашылғанда Туран университетінің жанынан 71 студент тіркеліп еді. Кейіннен ол студенттердің саны 160-тан асып кетті. Сонда студенттердің жаңағы сол онлайн мектептің сыбайлас жемқорлыққа қарсы жаңағы қызығушылығын танытты деп айта аламыз. Сол сияқты мына Әл-Фараби атындағы ұлттық университетте осындай мектеп ашылған. Бұл жерде де әртүрлі тек қана сыбайлас жемқорлықтың заңнама, құқықтық негізді ғана емес, ол міндетті түрде құқықтық негізде. Мынау елімізде соңғы жылдары сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл заңнамасына енген өзгерістермен қоса, мына ұлттық салт дәстүр, әдеп ғұрып, парасаттылыққа, адалдыққа, әділдікке дайындайтын наным сенімі деген сияқты, ырым тыйымы сияқты мәселелерді талқыланады. Мысалы, бір сабақта мына студенттердің арасында 2-3 курстың студенттер қатысты, бір 200-ден астам жастар болды. Сонда мына өзіміздің ұлтымыздағы мына өмірлік қағидат, ұят болады, обал болады, жаман болады деген сөздердің мағынасын түсіндіру жөнінде диспут ретінде, дебат ретінде өткізілді. Өте қызықты болып, студенттер өздерінің ойларын
неге мынандай нәрсе ұят болады, неге обал болады, неге жаман болады. Бұл жерде жаңағы обал боладың ішінде маған ұнағаны студенттер мына қоршаған табиғаттың өзіне зақым келтіру, бұл күндердің күні адамға обал тиеді деген сияқты пікірге келдік. Осындай мектептерде біз енді басқа да жоғарғы оқу орындарына, колледждерге бүгінгі күні насихаттаудамыз. Осы алдағы уақытта осы бастамалар өзінің жалғасын табады деген ойдамыз. 2020 жылы Санар ұрпақ жобасы мен Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің сыбайлас жемқорлыққа қарсы технологиялық ғылыми зерттеу институты сыбайлас жемқорлыққа қарсы оқу әдістемелік құралын дайындады. Бұны қазір барлық осы республиканың көлеміндегі білім саласындағы мекемелердің бәріне таратылды. Және білім саласында сыбайлас жемқорлыққа қарсы тәуекелдерді ішкі талдау арналған әдістемелік ұсынымдар әзірленді. Оларды міне білім саласындағы білім ордаларындағы мекемелер өз қызметінде пайдалануда. Бұл жерде ашығын айта кету керек. Бұның да не үшін дайындалды осы екі әдістемелік құрал? Біріншіден, әр мектепте, әр колледжде, әр университетте әртүрлі бағдарламамен жұмыс жасап отыр. Соның бәрін зерттей келе, халықаралық тәжірибені зерттей келе, біз бір арнаға түсіру мақсатында осы мына парасаттылықты, адалдықты, әділдікті, мына жастардың бойында сыбайлас жемқорлыққа қарсы нөлдік төзбеушілікті қалыптастыру, сана сезіміне сыбайлас жемқорлыққа қарсы тұратындай сана сезім қалыптастыру мақсатында осы оқу әдістемелік құралы дайындалып еді. Екінші мәселе, мынау ішкі талдау арналған әдістемеліктер неге дайындалды? Біздің көріп жүргеніміз, зерттеп жүргеніміз, талдауымыз, мен жиі өте кездесем, университеттерде, колледждерде, мектептерде боламын. Сонда қарасам, бүгінгі біздің үлкен жаңағы осы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-шаралардың ішінде өз дәрежесінде атқарылмай отырған мәселе осы сыбайлас жемқорлыққа қарсы тәуекелдерін ішкі талдау жұмыстары. Шынын айту керек, ашығын айтқанда өз дәрежесінде емес. Сонда сөйлесе келгенде жаңағы білім саласындағы мекемелердің басшылары, олардың орынбасарлары, олар осы нақты бір әдістеменің жоқтығына келіп тіреген. Сондықтан біз сол білім саласындағы сыбайлас жемқорлықты ішкі талдауға арналған әдістемені сол үшін әзірлегенбіз. Енді бүгінгі күні ынта білдіріп, жаңағы осындай жұмыс жүргіземін десе, қолдарында тиісті әдістемелік құрал бар деп айта аламыз. Ертеңінде мына үстіміздегі өткен жылы 20 жылы енген өзгерістің бірі, әрбір жаңағы мекеменің басшысы, әрбір заңды тұлғаның басшысы сыбайлас жемқорлыққа қарсы пәрменді шаралар қолданбаса, жауапкершілікке тартылады деп заңда өзгерістер енген. Яғни бүгінгі күні біз сол басшыларға айта аламыз, барлық заңнама бар, заңға өзгеріс кірген, тек қана сіздің жауапкершілігіңізге байланысты болып тұр. Егер жоғары жауапкершілікпен осы жұмыста қолға алатын болсаңыздар, барлық әдістеме құралдар бар. Неге осы жұмыста жүргізбеске деген талап қоя аламыз ба деген әңгіме. Бұл осы заңға енген өзгеріс, мына сыбайлас жемқорлыққа қарсы тиісті шара қолданбаған басшылар жауапқа бірінші кезекте тәртіпті жауапқа тартылады деген өзгерістер. Бұл мына жақсы импульс берді. Осы сыбайлас жемқорлықтың алдын алу жұмыстарын жүйелі мақсатты жүргізу үшін деп толық сеніммен айта аламыз. Енді уақыт талабы және мынау заңға енген өзгерістер, атқарылған жұмыстың нәтижесі білім саласында шараларды жүйелеу және нақтылау қажеттігін көрсетті. Сондықтан міне өткен жылы біз мына агенттіктің басшылығына назарына 2020-2021 жылы 21 оқу жылына арналған үлгілік кешенді жұмыс жоспарын ұсынған болатынбыз. Осы үлгілік кешенді сыбайлас жемқорлыққа қарсы жұмыс жоспары агенттікпен мақұлданды. Сондықтан біз осы өткен жылдың қазан айында еліміздің жоғарғы оқу орындарына, колледждеріне, мектептерге
тиісті жоспарларды қабылдау жұмысын ұйымдастырдық. Яғни бұл кешенді жоспар, бұл да қандай мақсатқа? Жүйелеу мақсатында. Барлық осы білім саласындағы мекемелер бірыңғай жоспармен жұмыс жасасын, сыбайлас жемқорлықтың алдын алуда деген. Неге біздің зерттеулердің көрсеткендей, менің өзімнің осы мына карантинге дейін осы мына оңтүстік облыстарды, мына шығыс облыстарды аралағанда мекемелерге барып көргенде жоспарлары бар, бірақ өте әлсіз екенін, оның тиімділігі төмен екенін, оның орындалысына бақылау жоқ екенін көргеннен кейін біз осындай бірыңғай жоспарға шықтық. Ол енді агенттік толық мақұлдап, парасаттылық департаменті агенттіктегі үлкен қолдау жасап, жаңағы бірге осы кешенді жоспарды бірге әзірледік. Сондықтан бүгінгі күні міне қазан айында, осы оқу жылының басында қазан айында біз барлық осы білім саласындағы мекемелер осы жоспарды өз деңгейлерінде университетке қойылатын талап бөлек, белгілі жоғарғы оқу орны, колледждерге қойылатын талап бөлек, мектептерге қойылатын талап бөлек, сол талаптарға сәйкес кешенді жоспарды әзірлеп, оны осы әзірлеген жоспарларын міндетті түрде мына аумақтағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің аумақтық департаменттің басшыларымен келісілді. Яғни департамент келісіп, жоғарғы оқу орнының ректорлары бекіткен жоспар, департамент келіскеннен кейін мына қоғамдық негізде біз сияқты жаңағы департаменттің жанында консультативті кеңесетін ұйымдар бар, бірнеше жаңағы жоба бар, айталық арнайы мониторинг топ бар, адалдық тұрмыстық жемқорлыққа қарсы жұмыс жүргізіп отқан адалдық алаңдары бар, саналы ұрпақ жобасының белсенділері бар. Біраз уақыт өткеннен кейін осы қабылданған кешенді жоспардың орындалысына мониторинг жүргізіп отырамыз. Мысалы айтайық, осы жаңа жылдың қаңтар айынан бастап біз осындай мониторинг жұмысына жүргізу шараларын бастадық. Бүгінгі күні айта кетейін, мен барлық Қазақстанымыздың барлық облыстарынан және мына Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларынан түскен мәліметтің бәрін қорытындылап отырмын. Осы қорытындының бәрін жаңағы агенттіктің парасаттылық департаментіне ұсынамыз. Міне бүгінгі күні айтайық, агенттіктің аумақтық департаменті ұсынған есептерге сәйкес 90 жоғарғы оқу орнымен және 666 колледждермен бірлескен жоспар бекіткен. Мектептің санайында көп, мектепті қазірмен оған әлі қол жетпей жатыр. Ал енді осының өзін қорытындылап алуға. Ұсынылған ақпаратқа сәйкес барлық 756 оқу орнында сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандарттар, академиялық адалдық кодексі, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл және мүдделер қақтығысын шешу саясаттары, корпоративтік мәдениет кодексі қабылданып, сыбайлас жемқорлыққа қарсы комиссиялар құрылған. Міне, барлық мекемелерде бір уақытта осы комиссиялар, осы тиісті ұйымдастыру жұмыстары осы жоспардың арқасында іске асты деп айта аламыз. Бүкіл оқу процесі, қызмет көрсету студенттерге, басқа да осы қатысты адамдарға, оның ішінде мына босаған грантты бөлу, жатақханаға орналастыру, тағы басқа қызметтер цифрлық технологияға көшірілген. Ірі университеттердің бәрінде бұл жақсы қолға алынған. Енді жекеменшік ұсақ университеттер бар, олардың өздері де осы цифрлық технологияға көшіруге, жаңағы мынау академиялық адалдық қалыптастыруда мына антиплагиат жүйелерін енгізуге қолға алып, жаңағы жоспарға орындалысына атсалысып жатыр деп айта аламыз. Енді біздің тағы да бір осы жоспарда енгізген талабымыз, барлық жаңағы бірінші кезекте жоғарғы оқу орындарында арнайы не элективті пән енгізілсе деген ұсыныс болған. Бұл сыбайлас жемқорлыққа қарсы сананы қалыптастыруға байланысты, соған байланысты басым көпшілік университетте бұл қолға алынған. Мысалы, бірлескен жоспарды орындау барысында Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университетінде құқық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет тақырыбында элективті пән енгізілген, және ол барлық бірінші курс студенттеріне оқытылатын
атап өтуге болады. Ал енді қыздар ұлттық педагогикалық университетінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері деген пән 8 академиялық кредит көлемінде 4-ші курс студенттеріне оқытылады. Біз оны үлкен қуанышпен қабылдаймыз. Ал Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы білім беру мақсатында 9 арнайы курс енгізілген. Арнайы курс. Арнайы курс енгізілген. Бұл өте біз арнайы курс енгізілуін, элективті пән енгізілуін қолдаймыз, осыны насихаттаймыз. Осыны жоспар жаңа өздері бекіткен жоспарға сәйкес біз осыны талап етеміз. Міне мына жағымды мысал ретінде Әл-Фараби атындағы университетте 9 арнайы курс енгізгенін айтуға болады. Барлық жерде жағдай бірдей емес. Айталық, Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университетінде ең техникалық университеттің, ірі университеттің бірі өкінішке орай арнайы сабақ оқытылмайды. Орнына әр пәннің оқу жоспарында сыбайлас жемқорлыққа қарсы этика элементтері қарастырылған. Енді біз оны сөйлестік. Бұл жерде де ол жаңағы ректораттың немесе олардың да кейбір мәселелердің объективті, субъективті себептері бар. Өйткені олардың түсіндіргенде айтады, техникалық пәндерді оқытуға біздің берілген стандартқа, оқыту стандартына, маманды дайындау стандартына сәйкес біз техникалық білім беретін пәндердің өзін енгізуде жаңағы берілген бізге жоғары жақтан стандартпен білім және ғылым министрлігінен түскен стандартқа сәйкес біз соның өзін әзір сыйғызып отырмыз. Сондықтан қосымша жаңағы бір сопроматты алып тастап, орнына сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздерін қалыптастыру жаңағы пәнін кіргізе алмаймыз, оған ренжімеңіздер. Бірақ болашақта осыны ойластырып жатырмыз дейді. Оның үстіне тағы біз елімізде еніп отқан мына өткен 20-шы жылы ол мына ұлттық университеттердің бәрі мемлекеттің тарапында бұлар коммерциялық емес акционерлік қоғамға ауысып, қазір сол процесс аяқталып қалды. Соған байланысты көптеген мәселені оқу бағдарламасын басқа да осы университеттің тікелей ішкі жұмыстарын өздеріне билік тиетін болып отыр. Енді сол билік тигеннен кейін оның бәрін қарастырамыз. Негізі біздің талабымыз қай мамандықтың болашақта иесі болмасын, біздің Қазақстан Республикасының студенттері, болашақ мамандар, жастары бұл сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті негіздерін білу керек. Неге десеңіз, ол қай салада жұмыс, ол дәрігер бола ма, ол ұстаз бола ма, ол заңгер бола ма, ол жаңағы инженер бола ма, барлық салаға сыбайлас жемқорлықты барлық саланың қатысты болады. Сондықтан осындай көзқарас қалыптастыру үшін бүгінгі күні осы мәселені де біз өз назарымызда ұстап, тұрақты түрде жұмыс істеп отырмыз деп айта аламыз. Енді бекітілген жоспарларға сәйкес сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыруға бағытталған өткен 20-шы жылды алатын болсақ, 3024 іс-шара өткізілген екен. Осы ретте мынау мен апта сайын әрбір аумақтық департаменттер арқылы осы саналы ұрпақ жобалық аясында атқарылып жатқан білім саласындағы мекемелердің жұмысын қорытындылап отырамыз. Сондықтан толық сеніммен айта аламын, Алматы, Ақтөбе, Шығыс Қазақстан, Батыс Қазақстан, Қарағанды облыстарындағы және мына Нұр-Сұлтан, Алматы қалаларындағы білім ордаларының белсенділігін атап өткім келеді. Осы жоба аясында атқарып жатқан жұмыстарына. Жоспарда қарастырылған білім беру ұйымдары басшыларының халықпен жыл сайынғы міндетті есептілік кездесу туралы ерекше атауға болады. Бүгінгі күні тек қана ұлттық университеттердің ол заңмен міндеттелген. Олар міндетті түрде халықтың алдында есеп беру керек. Ал енді одан да басқа мына колледждің, мектептің директорлары өзінің оқушыларының ата-аналарымен жалпы халықпен кездесіп, жаңағы осы мына халық алдында есеп беруді қолға алынды деп айта аламыз. Мен өзім өткен жылғы онлайн форматта өткен Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық, Абай атындағы педагогикалық, Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университетінің ректорларының халық алдында есеп беру кездесулеріне қатысып,
сыбайлас жемқорлыққа қарсы жұмысты күшейту мәселелері бойынша өз ойымды ортаға салдым. Әлі де болса біз осындай есептерге қатысамыз, оның есептің алдында дайындау жұмыстарына барып зерттейміз. Содан кейін негізгі біз осы мына сыбайлас жемқорлыққа қарсы жұмысты күшейту, оның белсенділігін арттыру, оны жүйелі жүргізу мақсатында өз пікірімізді осындай есептерде жеткізіп отырмыз халық алдында. 2020-2021 оқу жылын жоспар қамтитын болғандықтан алда атқарылатын кешенді жоспарлардың маңызды тармағы, бұны да біз қазір насихаттап жатырмыз. Мынау халықаралық сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандарттарды әзірлеу және енгізу ISO 37001 жылғы деген стандарт бар. Осы стандартты мына біздің сыбайлас жемқорлыққа қарсы 15-25 жылға қабылданған стратегиямызда мына біздің Қазақстандағы жаңғыз оқу орны емес әрине. Қазақстандағы барлық заңды тұлғалар өзінің қызметінде халықаралық сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандартты енгізу жөніндегі мәселені ескеру керек және сол стандартқа сәйкес өзінің жұмысын ұйымдастыру керек деген стратегияда жазылған дүние. Сондықтан біз бұл стандарттың керегі неге десең, біз Қазақстан бірнеше абыройлы, беделді сыбайлас жемқорлыққа қарсы жұмыс ұйымдастыратын халықаралық ұйымдардың мүшесіміз. Соңғы біз міне Грека, мына Европадағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы мемлекеттердің қатарына 50-ші болып кірдік. Ол тек қана кіріп қойған емес, біз сол Қазақстан сол беделді, абыройлы халықаралық ұйымдардың мүшесі болғандықтан оған біздің мемлекетімізге міндет жүктеледі. Соның бірі осы халықаралық сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандарттардың негізгі алып, сол стандарттар бойынша біз өз жұмысымызды сыбайлас жемқорлықтың алдын алу, сыбайлас жемқорлыққа қарсы профилактикалық жұмыс жүргізгенде біз осы стандартты ескеруіміз керек. Соған байланысты бүгін жұмыс ұйымдастыруға мұрындық болып отырмыз. Бүгін күні айталық мемлекетімізде Мемлекеттік басқару академиясы және Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті халықаралық сертификаттың иелері екенін мақтанышпен айта аламыз. Міне өткен 20-шы жылы дайындалып, аудиттен өтіп, халықаралық сертификатқа ие болды. Ал енді Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық, міне менің қолымдағы мәліметке сәйкес, Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық, мына Қарағанды қаласындағы Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік, Өскемен қаласындағы Серікбаев және Аманжолов атындағы университеттер осы бағытта дайындық жұмысын жүргізіп жатқанын мен толық мәліметім бар. Енді болашақта басқа өңірдегі де ең бірінші университеттер, келе басқа да осы білім саласындағы мекемелер, жалпы біздің Қазақстандағы заң тұлғалар осы стандартқа біртіндеп өтеді деп. Бұл жерде әрине стандартты ол оңай дүние емес, оған бірінші көптеген дайындық керек. Бүкіл сол университеттердегі ішкі құжаттардың бәрі сол стандарттардан талаптарына сәйкес болу керек. Оны дайындау керек соған. Екінші, аудит тендер жариялайды, шетелдік жаңағы осындай сертификаты бар, лицензиясы бар мекеме сол өздері келіп тексереді. Мына Абай атындағы ұлттық университеттің негізін атқарылған жұмыстарының көлемінде айтып отырмын. Содан кейін олар осы стандарттың халықаралық стандартқа сәйкес келетін болса, жаңағы сертификат беру жөнінде ұсыныс беріп, сосын сертификат беріледі. Әрине олар тегін жұмыс істемейді. Бұл жерде жаңағы білім саласындағы мекемелер, бірінші кезекте ірі университеттер осы мәселеге де ішкі қаржысынан бөліп алдын ала жоспарлау керек. Ол қаржыға да байланысты бұл жерде. Ол бір адамның, мен бүгін кіргіземін дегенмен болмайды екен. Оған кемінде 3-4 ай дайындық, одан кейін тиісті қаржы бөлу керек, сосын аудиттан өту керек, аудиттан кейін сертификат шығады. Бірақ осындай жұмыстар міне елімізде қолға алына бастағаны бүгінгі күні біз қуанышпен жеткіземіз. Енді осыған байланысты басқа университеттерге насихаттау үшін біз мына Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетімен бірлесіп халықаралық стандартқа өтуге әзірлік бойынша әдістемелік семинар өткіздік. Оған қызығушылық танытқан барлық ірі университеттер, ірілі ұсақты университеттердің көптеген басшылары, олардың өкілдері қатысты.
Сонымен біз бүгін тағы да мынандай ұсыныспен шығып отырмыз. Мына мемлекеттік басқару академиясы президенттің Қазақстан Республика президентінің жанындағы ол академияда осындай сертификаттың иесі атанған, ол академияда өзінің әдістемесі бар. Сондықтан біз міне осы аптадан бастап біз әрі қарай барлық өңірдегі университеттің, колледждің басшыларымен кездесіп, сол осы академияның, мемлекеттік басқару академиясының жанындағы осы жұмысқа тікелей қатысып, өздерінің жаңағы қолдарымен істеген жұмысты мына университеттердің арасында насихаттау үшін үлкен ірі біз жиын өткізуге жоспарлап отырмыз. Ол жиын айтайық, ертең міне алла жазса дейік, мына Ақмола облысының университеттермен өтіп содан бастаймыз. Келесі аптада міне Шымкент қаласындағы университеттер сондай қызығушылық танытып отыр. Сол мен академияның қызметкерлерімен хабарласып отырмын. Ол жұмысты да біз үлкен насихат жасаймыз деп ойлаймын. Сондықтан енді жалпы алдағы уақыттың еншісінде жаңа кешенді жоспарға енген студенттер арасында әлеуметтік сауалнама жүргізу. Бұл жерде университеттер өздері жүргізіп отыр. Негізі мен университеттердің басшылығына айтып жүргенім, жүргіздің бе? Есепте жүргізіпсіз. Ал жүргізгеннен кейін қорытындысы қандай болды? Неге оны өздерінің әлеуметтік желілеріңізге неге жарияламайсыздар? Мен сырттан отырған адам, сол университеттің студенттерінің өздеріңіз мына сессия бітті, қысқы сессия, содан кейін өткізген сауалнамамыз, соны мен көре алмаймын. Негізі біз сырттан осындай сауалнама ұйымдастыруымыз керек. Әрине сауалнама ұйымдастырғанда бірінші кезектегі талап бұл біздің Қазақстан Республикасында лицензиясы бар сауалнама өткізуге. Сондай жаңағы мекеме өткізсе тамаша болады. Ешқандай дау туындамайды. Былтыр мысалы талап орталық өткізді Нұр-Сұлтандағы онлайн форматта, ешқандай ешкімде дау болған жоқ. Қорытындысы бойынша, егер де біз 19 жылы біз осы Сана ұрпақ жобалық кеңсесінің артында мына университеттермен бірігіп өткізгенде біздегі 73% студенттер сыбайлас жемқорлықтың көріністерінен таппаған жоқпыз деген, 27% яғни кездестік дегенге келтірген. Ал енді былтырғы осы мына көктемде өткізген талап орталығының сауалнамасының қорытындысына келетін болсақ, 93% Қазақстандағы біздің студенттеріміз сыбайлас жемқорлықтың көріністеріне тап болған жоқпыз, кездеспедік деп жазды. Сонда ар жағында 7% студенттер кездестік деп жазған. Бұның өзі мына бір жылдың ішінде 20%-ға сыбайлас жемқорлыққа қарсы әртүрлі жағымсыз көріністерге кездеспегені әрине бұл жақсы көрсеткіш деп есептейміз. Енді осы жылда енді қазір қашықтықта кішкене сондай қиындық болып тұр. Студенттердің бәрі қазір үйлерінде, мен ойлап отырмын, осы февраль, ақпан мен наурыз айларында осы жұмысты талаппен бірге ұйымдастырсақ, нұр үстіне нұр болар еді. Сонымен қоса мына білім беру орындарының қаржыны пайдалану бойынша жария есептілік тетіктерін енгізу, сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау және жоғарғы оқу орындарында ішкі құқықтық актілеріне сыбайлас жемқорлыққа қарсы сараптама жүргізу міндеті тұр. Мысалы, бұл мәселені біз көтеріп отырмыз. Әрбір жоғарғы оқу орнында ішкі құқықтық актілер бар. Соның өзі сыбайлас жемқорлыққа қарсы сараптамадан өту керек деген ұсыныс беріп отырмыз. Неге десеңіз, ол жерде де қабылданғанда не асығыс, не сүгіс, не болмаса басқадай мақсатпен мынау сол университеттің студенттеріне, не болмаса сол университеттің төңірегінде қызмет етіп жүрген профессорлық, оқушылық құрамының құқықтарына зақым келмесін деген мәселемен біз айтамыз, қазір сіздер ішкі құқықтық актілерге сыбайлас жемқорлыққа сараптама өткізіңіздер. Ішкі жаңағы талдау тәуекелдерге қарсы талдау жұмысын жүргізіңіздер деген сияқты. Енді мынау қазір интерактивті карта бар бюджеттің, соған байланысты да біз айтамыз, жария есептілік тетіктері толық енетін уақыт болды. Енді оны созуға болмайды. Әртүрлі мен республикада менің мынау ұялы телефонның нөмірін көптеген адамдар біледі. Республиканың түкпір-түкпірінен маған әртүрлі азаматтар сол телефонға
не WhatsApp-қа, не телефонға хабарласады. Осындай мәселе. Кейбір мәселені түсінбеушіліктен хабарласады. Мен оны тиісті жаңағы оқу орындарының басшылықтарына жіберіп отырамын. Ол кісілер сосын оған берген жауапты маған береді. Біз енді еститін халықтың үніне құлақ түретін мемлекет болғаннан кейін осындайдың бәрі. Таяуда мысалы мына Жезқазған қаласынан бір Қарағанды облысынан бір азамат хабарласты. Ол азамат айтады, мына жалпы республика көлемінде осы ізденіп білім саласындағы осы жариялықты, есептік жариялықты қарап шықтым дейді. Көптеген сайттарға, интерактивті картаға кірдім. Бірақ бір жерде мен мына мұғалімдердің, ұстаздардың мектептегі әсіресе мына еңбекақысының тарификациясын көре алмадым. Оны неге жарияламайсыңдар, оны неге соған күш салмайсыңдар деген сияқты әңгіме туындады. Сондықтан бұл мәселені біз мына тиісті сол мекемелерге жіберіп жауабын алдық. Енді бір жерде де тағы да бір әлі де шешілім таппаған мәселелер бар екен. Ол жаңағы бір білім басқармасы маған жауап бергенде былай деп жауап берді. Яғни бұл дербес жаңағы құпияға жатады. Сондықтан бүгінгі күні біз ондай рұқсат ала алмай отырмыз. Әрбір мұғалімнің еңбекақысын жариялауға дейді. Ол жаңағы маған Жезқазғаннан шығып отырған адам айтады, әр мектеп, әр мұғалімнің неге еңбекақысын мына өздерінің меншікті сайтына жарияламайды дейді. Мүмкін болашақта біз оны да қолға алып, сонда дейді, біз мектептен егерде сол мектептегі жұмыс істейтін адамдардың, колледжде жұмыс істейтін адамдардың, керек пе университеттерде жұмыс істейтін адамдардың тізімі тұратын болса, кім қанша ақша алады, кім қанша сағат алып отыр, сағатқа дейін сұрайды ол кісі. Қанша нагрузка алып отыр ана мұғалім. Ол енді ол басқалардан неге көп алады, неге кем алады деген әңгіме туындауы мүмкін дейді. Сондықтан біз осыны қолға алатын болсақ, біз мына білім саласындағы мекеменің ашықтығына қол жеткіземіз. Оның ішінде осы тізімде тұрған жаңағы азаматтарды сонда жұмыс істей ме? Жоқ, әлде жұмыс істемей ме? Әлде сырттан біреу тіркеп қойып, еңбекақы есептеліп жатыр ма деген сияқты осындай әңгімені қозғайды. Бұлардың осының бәрі алдағы уақытта білім саласында осындай сыбайлас жемқорлықтың алдын алуына жүйелі жұмыс істеуге бізді міндеттейді, бағытталады. Енді бір нәрсе тағы бір қорытындылай келе, енді біраз айтып кеттім ау деймін, Нұрбек. Енді қорытындылай келе, мысалы мына балалар, жастардың, студенттердің белсенділігін көтеру жөнінде бір мысал келтіргім келіп отыр. Өткен жазда енді қашықтықтан басшылар жоқ, ұстаздар жоқ, деканатта жоқ. Мына өткен жылы осы пандемияға байланысты диплом берудің өзі деканаттарда жекелеме студенттер келіп, соның қолына дипломдарын берді университетті бітірген жөнінде. Сол жерде мына бір университеттің жаңағы студенттер келген, 2-3 жас мамандар. Солар келген кезде оларға біреуі ме, екеуі ме студенттік беретін жоғалтып алған екен. Соған байланысты сол жерде қаржы талап еткен жаңағы диплом беріп отырған деканаттың жай қатардағы қызметкері. Бұл енді тұрмыстық сыбайлас жемқорлықтың көрінісі деп айта аламыз. Ал енді сол жерде алдында ол жаңағы әйел адам зейнеткерлік жасқа жақындап қалған екен, сол айтқан, енді осылай 4 жыл оқыдыңдар, міне біз оқыттық, сендерді үйттік, бүйттік. Енді осы сендер енді осы диплом алу келгенде бір қарбыз алып келмейсіңдер ме, бір арбыз алып келмейсіңдер ме, шайға бір кәмпит алып келмейсіңдер ме деген әңгіме қозғалған. Одан кейін жаңағыдай мен студенттік билетті жоғалтып алдым, не істеймін дегенде, ондышы ол студенттік билетін біз қазір құнын білеміз, сол құнды бізге наличный төлеп кетесің деген сияқты әңгіме қозғалған. Ол жаңағы балалар, жаңағы жастар, қыздар, олар мына саналы ұрпақ клубтарының белсенді мүшесі болған жастарының қатарынан болып, жастардың қолында менің ұялы телефоным бар екен, маған қолма-қол телефон шалды, аға осындай, мынандай, келсек, мына кісі қабағын түйеді, арбыз әкелмедіңдер ме, шайға бір кәмпит, печенье алып келмедіңдер ме? Енді мен студенттік билетімді шында таба алмай қалдым, қайда қалғанын білмеймін. Енді оған мен төлесем, неге бір кассаға барып төлемеймін ақшаны? Студенттің билеттің құнын сұрайтын болса.
мына кісіге неге мен тікелей қаражат беруім керек деген сияқты звонок салғаннан кейін мен сол университеттің басшылығына қолма-қол шығып, ол жерден қолма-қол 2-3 адам комиссия құрып барып, сол студенттер тұрған кезде жаңағы қызметкердің алдында соның бәрін растығына көз жеткізіп, пенсия зейнеткерлік жасқа 2-3 ай қалғанда жаңағы әйел адамды қызметтен босатуға дейін іс-шара қабылданды. Студенттерден дипломдарын да бәрінде уақытында берілді. Міне осындай, осының өзі мына студенттердің сана сезімі қалыптасып, тұрмыстық деңгейде кездесетін сыбайлас жемқорлықтың көріністеріне қарсы тұратын сана сезім қалыптасқан деп айта аламын. Міне осының осындай мысалдар бар. Осының өзі бізге көптеген осы алдағы уақытта осы жұмысымыздың нәтижесі бар екен. Жақсы мысал екен, шынымен де бұл өте былай көрнекті, неке жастардың неке сыбайлас жемқорлыққа төзбейтінін көрсетуде. Енді осындай жастар шынымен де сізбен тікелей байланыс орнатып, бүкіл университетке де осындай мысалдарды қолданып жүзеге асырып жатса нұр болады әрине. Ал енді университеттер тарапынан мысалы белсенділік қалай? Сіз мысалы бір инициатива бірдеңе көтерсеңіз, жасайық, ұйымдастырайық десеңіз, университеттің басшылықтары, студенттер қалай қабылдап жатады? Өздері былай ұсынып жатқан мысалдар бар ма екен? Осылай жасайық, осылай төмендетейік сыбайлас жемқорлық деген. Бірінші айтайын дегенім, университеттердің қазір бетбұрысы өте жақсы. 2018 жылы біз осы жобаны бастағанда оны көпшілігі білген жоқ. Бүгінгі күні Қазақстан Республикасында деп айта аламын. Білім саласындағы мекемелер, мектеп болсын, колледж болсын, университеттер болсын, тіпті балабақшаға дейін осы сана ұрпақ жобасы жөнінде біледі, сана ұрпақ жобасының аясында қандай жұмыстар атқарылатынын біледі. Енді жаңағы сіз айтқандай өздері ынта білдіріп отыр. Мысалы, міне бүгін сағат 3-те мына Көкшетаудағы мемлекеттік университеттер ынта білдіріп, бір мына енді ол кісілер мына адалдық капитаны деп атапты. Енді менің ұсынысым, біз енді осы әскери атақтан гөрі біз мына парасаттылық елшісі деп айтайық. Сондай бір ойын ұйымдастырамыз, жаңағы сондай бір қозғалыстың бастамасы боламыз деп бүгін міне сағат 3-те Көкшетау қаласында бір университеттің төңірегінде жаңағы айталық парасаттылық елшісі осы студенттердің арасынан дауыс беріліп, содан кейін өздерінің бағдарламасын айтып, 2-3 бала түседі. Соның ішінен біреуін таңдап, сол бала мына бір жағынан сана ұрпақ клубының жетекшісі ретінде, екіншіден жалпы факультеттегі біздің бүгінгі идеямыз, мына былтыр Әл-Фараби атындағы университеттер бастаған, қазір аграрлық университеттер, қыздар педагогикасында басқа жерде қолдау тапты. Мына бір клубтан гөрі университеттер, ірі университеттер, осы клубты бөлімшесі ретінде әрбір факультетте, әрбір құрылымдық бөлімдерінде осындай бөлімшесі құрылып, әрбір студентке жететіндей жағдайға келейік деген мәселе қозғалған. Бұл да жақсы ынта. Сондықтан мына бүгінгі күні мына біздің республикамыздағы университеттер, оқу орнының білім саласындағы мекемелер барлық біздің ынтаны қолдап отыр. Өздері жаңа ынта білдірді. Жаңа мен сөз айтып кеттім. Мына онлайн сыбайлас жемқорлыққа сана ұрпақ мектебі таза мына Туран жекеменшік университет. Туран университетінің жанындағы студенттік клубтың ынтасымен туған жоба деп айта аламын. Сондай жобаларды біз қарсы аламыз. Енді біз осы жаңағы айтып отырмыз. Осы кешелі бүгінде біз мына Өскемендегі университеттермен сөйлесіп, жаңағы ол кісілерге де қандай тың идея бірігіп жасай аламыз дейді. Міне парасатты отбасы деген бар. Оның ішінде біз бармыз. Енді мынау жаңағы парасаттылық елшісін біз айттық. Енді топтан бастайық. Студентский группа дейді ғой. Студенттік топтан бастап, әрбір студенттік топта парасаттылық елшісін студент, оның өзінің талабын жасайық біз. Ол жаңағы парасаттылық сол топтың ішінде 25 баланың ішінде мен жаңағы топтан бөлініп шығу үшін ол староста емес, басқа емес,
парасаттық елші болсын, мен осындай белсенділігім, бұл сабақты жақсы оқуым керек, мына қоғамдық жұмысқа өте белсене араласуым керек, өзімнің осы парасаттылық дамыту жөнінде өзімнің бағдарламам болу керек деп, сондай да қозғалыс міне басталайын деп отыр міне үстімізде. Сондықтан барлық білім саласындағы оқу мекемелеріне бір үлкен ризашылық білдіреміз осыны. Рахмет. Қаржан Ахметбекұлы, осындай қаншама жетістіктер бар екен, қаншама бастамалар жүзеге асырылып жатыр. Осы алға қойған жоспарларға сәттілік тілейміз. Жалпы осындай еліміздегі сыбайлас жемқорлықты төмендету мәселесіне үлес өте зор. Сондықтан тек қана табыс сізге. Сол осы нотада амандықпен жүздескенше. Рахмет. Амандық болсын.